Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютерлік желі. Сабақтың мақсаты желінің өткізу қабілетін анықтау. Бүгінгі сабағымызда компьютерлік желілер қандай негізгі параметрлермен бағаланады және компьютерлік желілерді құруға қандай құрылғылар қажет деген екі сұрақты талдайтын боламыз. Сонымен біздер компьютерлік желі ұғымымен 7-ші сыныптан танысқан болатынбыз. Желілердің таралу ерекшелігіне байланысты олардың түрлерімен, желі топологиясымен және желілерді жүргізуге пайдаланылатын кабельдердің түрімен таныс болдық. Компьютерлік желі барлық құрылғылардың бір-бірімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін байланыс желілері арқылы қосылған компьютерлердің тобы. Желілер шағын немесе үлкен кабельдер арқылы тұрақты жалғанған немесе телефон желілері мен сымсыз арналар арқылы уақытша жалғанған болуы мүмкін. Ең үлкен желі интернет желісі. Ол бүкіл әлемдік желілер тобы болып саналады. Ал компьютерлік желілерді ұйымдастыру үшін қолданылатын құрылғылар мен олардың қызметін қарастырайық. Желілік коммутатор немесе хаб деп аталады. Бірнеше компьютерлерді ортақ бір желіге біріктіретін құрылғы. Желілік тақша компьютерлерді желіге қосуға мүмкіндік береді. Оның 10, 100, 1000 мегабит секунд жылдамдықпен жұмыс жасайтын түрлері бар. Сымсыз желіге қосылу құрылғысы. Ол интернетке жалғануға және кабель жоқ ортада желіде жұмыс істеу артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді. Патчкорд коммутатор бауы электр құрылғыларын өзара байланыстыратын электрлік немесе оптоталшықты сымдар. Енді ақпаратты жіберудің жалпы сызбасын қарастырып көрейік. Ақпаратты жіберу үшін жіберуші ақпаратты беру арнасы арқылы қабылдаушыға жібереді. Мысалы, адамдар сөйлескен кезде ақпарат дыбыс толқыны арқылы беріледі. Телефонмен сөйлескен кезде ақпарат байланыс желісі арқылы электр сигналдары көмегімен беріліп отырады. Компьютер желісінің тиімді жұмыс жасауы төмендегі параметрлермен өлшенеді. Желінің өткізу қабілеті, яғни желідегі ақпаратты тарату жылдамдығы 1 секундта берілген ақпараттың бит санының мөлшерімен анықталады. Өлшем бірлігі бит секунд. Келесі сенімділігі, ақпаратты айнытпай және жоғалтпай беру қабілеті. Келесі құндылығы, желіге қосымша компьютерлерді жалғау мүмкіндігі бар болуы. Хабарламаның ақпараттық көлемін келесі формула арқылы есептейміз. В тең болады Q көбейтілген T. Өлшенген ақпараттың көлемі бит, байт, килобайт, мегабайт тағы сол сияқты өлшем бірліктермен өлшенеді. Мұндағы В жіберген ақпараттар көлемі, Q арнаның өткізу қабілеті, T ақпаратты жіберу уақыты. Ал арнаның өткізу қабілетін келесі формуламен есептейміз. Q тең болады I бөлінген T. Мұндағы Q арнаның өткізу қабілеті, I ақпарат саны, T ақпаратты жіберу уақыты. Келесі желінің өткізу қабілетінің факторларына тоқталып өтелік. Ең бірінші желіде бас құрылғылардың болуы. Келесі берілетін деректердің типі, желінің топологиясы, желідегі пайдаланушылардың саны, пайдаланушы компьютерінің сипаттамасы, сервердің функцияларын орындайтын компьютердің сипаттамалары, пайдаланатын қуат көзінің сипаттамалары. Оқушылар, келесі мысалда арнаның өткізу қабілетін қалай табу керек, қарастырып көрейік. 10 секундта байланыс арнасынан 500 байт ақпарат берілді. Арнаның өткізу қабілеті қандай? Берілгені бізде T ол 10 секундқа тең және көлемі V 500 байтқа тең.
арнаның өткізу қабілеті Q-ді табу керекпіз. Жоғарыға келтірілген формула бойынша Q тең болады V бөлінген 4. Нәтижесі 50 байт секунд болады екен. Келесі мысалды талдап көрелік. Модем жылдамдығы 28800 бит секунд хабарламаны неше секундта жібере алады. 30 жолдан тұратын 200 биттік мәтінді жіберу керек. Ал бір жолда 60 таңба бар. Әр таңба 1 байтпен кодталған. Берілгені Q 28800 бит секунд. Табу керек көлем және уақыт. Шешуі. Жоғарыда мысалда келтірілген формула бойынша табамыз. Яғни уақытты табу үшін V бөлінген Q. Көлемді табу үшін 30 жолды 200 битке және 60 таңбаға көбейтеміз. Сонымен қатар 1 байт 8 битке тең болғандықтан, оны 8-ге көбейтеміз. Нәтижесі көрсетілген. Ал уақытты табу үшін берілген көлемді бөлеміз 28800 бит секундқа. Нәтижесі 100 секунд. Сонымен оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызда компьютерлік желі ұғымымен, сонымен қатар компьютерлік желінің өткізу қабілетін анықтайтын негізгі факторлар мен ақпаратты тарату жылдамдығы және оны есептеу формуласымен, арнаның өткізу қабілетін есептеу формуласымен танысқан болатынбыз. Жоғарыда келтірілген мысалдарды есепке ала отырып, келесі есептерді дәптерге орындаңыз.